Бүгінгі біздің видеода осындай қарапайым жатын бөлмесін 3D Max программасы арқылы жасайтын боламыз. Ең алдымен өзімізге керек материалдар мен файлдарды біздің Telegram каналымыздан тапсаңыздар болады. Ал ссылкасы описанияда. Ал ендеше жайғасып отырып видеомызды бастайық. Так, ең алдымен настройкадан бастайық. Сразу Customize, Unit Setup. Біздің измерение миллиметр, системамызда миллиметр. Және де біздің келесі қадамымыз сразу импортировать етеміз өзіміздің планымызды. AutoCAD, импорт. Өзіміздің файлымызды табамыз. Галочка қою бізде міндетті, себебі бізде бұны қоймасақ AutoCAD-тың измерениясымен кетіп қалады, яғни размеріміз келмей қалады. Және де бізде миллиметр тұру керек. Attach шығамыз. Және де біздің келесі қадамымыз осыны сызатын боламыз. Ол үшін бізге линия керек. Линия, корнер. Тап ракурсына өтеміз, жоғары ракурсқа. Үстін басып тұрып, екінші привязка, екінші жарым, және де вертекс. Сызып бастаймыз. Так. Қолым қиыс кетіп қалады. Backspace кнопкасын басамыз. Қайтадан саламыз. Біріктіреміз. Линиямыз қиыс кетіп қалса, немесе басқа жаққа басып қойсақ, Backspace кнопкасы, немесе поправлять етсек болады, бірақ бұл жерде привязка, оның маңызы жоқ. Мышканың оң жағын 2 рет басамыз. Біріншісі отменяния, екіншісі конвертке. Полигон, немесе 4-ші кнопка. Сразу перспективке өтеміз, экструдировать етеміз. Ең бірінші бізде 800 мм, бұл біздің подоконник. Галочканы басамыз. Екіншісі 1400, бұл бізде есіктің высотасы болып кетеді. Одан кейін бізде тағы 300. Жоқ. Бұлай жасайсаршы, дәл қазір сіздерге экструдированын толық түсіндіріп кетейін. Егер де бірінші F4 кнопкасы арқылы линияны көрсетеміз, Edit Face, немесе мына жақтан қосамыз. Так, полигон таңдаймыз, экструдировать етеміз. Мысалы, дәл қазір бізге бірінші 800-ші подоконник саламыз, 80 см немесе. Плюсті басқанда бұл 2 рет шығады. Ал егерде мен 1400-ді басатын болсам, 1400-де 2 рет шығады. Демек, астындағы да 1400, мынау да 1400. Қазір мен бұған жазатын болсам, значит, үстіндегі өзгеріп отыра береді. Дәл осылай жылым болады. Түсінбейтін болсаңыздар, мынау арқылы біркініп жазсаңыздар болады. Келесі бізде 300. Бізде 2 рет басылып кетті. Ctrl-Z арқылы отменить етеміз. Так. И 300, 200. Вообще бізде 2700. 800, 1400, 300, 200. Так, потолокты және де бізде терезені есікті таңдаймыз. Ctrl кнопкасы арқылы Delete кнопкасын басамыз. Модификацияда Shell кнопкасын табамыз. Расклад бізде клавиатуранка ағылшын тілінде болу керек. Макс сол кезде бізді түсінеді. Shell кнопкасы. Иннер бізде ішке қарап кетеді, яғни толщинасы бізде ішке қарап өреді. Бізде 0 тұра берсін. Ал out бұл бізде сырты. Где-то 330 см. Және де бізде бұрыштары анық болу үшін, мысалы дәл қазір үстен қарайтын болсақ, бізде неровный, ровно болу үшін корнерстің галочкасын қосамыз. Келесі біздің қадам сразу бізде потолок және де пол. Үстіңгі ракурсқа өтіп аламыз. Привязка қосылыпты бізде әлі. Қосылмаған болса қосып алыңыздар. Астына тартып, высотасын көрсетеміз. Не важно қанша екен. Модифиріне кіріп, минус. Міндетті түрде минус болсын. 300 немесе 400, 200 қызық емес. Өйткені бізде мебель соныларды қосқан кезде 0-ші координатта болады. Ал 400-дің құр өзін жазсақ, бұл бізде көрініп текстураны алып қалады. Сол үшін минуста тұрған дұрыс полдың. Бұны потолокқа бірден копировать ете салайық. Ол үшін Shift кнопкасы басып тұрып,
перевязкадан привязка қосылып тұр. W кнопкасы арқылы жылжытумен Shift кнопкасын басып тұрып төбеге қоямыз, копировать етеміз, шығамыз. Бізде пол және де потологымыз дайын. Үшеуін белгілеп аламыз, модификацияға кіреміз. Unit, UVW map, box, real world map size. Және де бұларға біз дәл қазір бірінші принт қойып істей аламыз. Height selection бізде объекті уақытша жасырады. Бізге кедергі жасамау үшін жасырамыз, немесе мына жақта глазокты басамыз. Үстен шығып аламыз, және де үстіңгі ракурстан линияны аламыз. Жаңағы линия. Енді ішкі жақтағы стен арқылы төртбұрыш жасай аламыз. Бұл бізде плитумыз. Біріктіреміз. Енді бұны біз Shift арқылы астыға жібереміз, немесе үстіге жіберсек те болады, копировать етеміз. Бізде демек екі плитумыз тұр. Міне бірінші линия бізде стенаның өзі, екінші линия астыңғы, үшінші линия үстіңгі плинтус десек те болады. Дәл қазір астыңғы ұстап тұрып, бізге мынаяқтан таңдап алсамыз, мына плитусты бұрыштағы немесе екі-үш рет басқан кезде өзі таңдалады. Привязка керек емес. Енді бұл модификация бізге сплайнды қосайық. Edit double spline. Қосылмады. Edit double spline конвертировать етеміз. Сегментті аламыз. Бізде мысалы мына жерде шкаф тұр да. Вертекс алып. Егер де мен бұл ракурста шкаф қоймайтын секілді, мынау шкафтың орны бізде. Мен прямой камераны осы жерде алған кезде бәрібір шкаф көрінбейді, сол үшін шкафты қоюдың смысылы жоқ деймін. Дегенмен де практика үшін істейтін болсаңыздар, дәл қазір вертексті аламыз. Және де осы жерден Refine кнопкасын табамыз. Және де үстіңгі ракурс арқылы бізде ыңғайлы линияда плюс шығады, осыны басамыз. Яғни точка добавить етеміз. Осылай екі рет қоямыз. Содан кейін шығамызда сегментті таңдаймыз. Refine'ді оң жақ мышқа арқылы отменить етеміз. Сегменттерді Ctrl кнопкасы арқылы таңдаймыз. Және де Ctrl Backspace немесе удалить, удалить қыламыз, болды. Енді осы біздің осы линиямызды аламыз да, бұған sweep'ті қосамыз. Sweep. Және де бізде angle. Жақындап қарасақ, бізде уже плитон шығып тұр. Егер де сіздерде жоқ, шегіріп тұр екен, сразу бір түске бояп алайық уақытша. Мына жақта арқылы расположениесін өзгертіп отырамыз. Мына жер болмайды, үсті. Мына үстіңгі, яғни астыңғы бұрыш бізде орнына келді. Бірақ біз бірдеңені есептемеппіз. Табалдырықта да плитон тұр. Ол бізде ыңғайсыз. Қайтадан линияға өтеміз. Vertex, Refine. Мына жақтарға добавить етеміз. Яғни табалдырыққа сегментті таңдаймыз. Және де Delete кнопкасын басамыз. Енді табалдырықта жоқ. Үлкен жақсы. Біз бұлай состықты болады, бірақ есікті тақап қоятын секілдімін. Сол үшін плитонсыз созудың керегі жоқ. Бұл жерде біз не істейміз? Бұл жерде бізде түрлі нелер тұр. Расположениесін және толщинасына жауап береді. Дәл қазір әрқайсысын өздеріңіз бұрап көріп үйренсеңіздер болады. Кішкене созамын. Мына жерін кішкене кішірейтемін мен. Где-то осы толщинасы бізде 6 емес, негізі где-то 4.
Ал нені 2.5 осылай болады маған. Және де бізде келесі астыңғы линиямыз. Бұны төбеге көтереміз. Кішкене бұрыш кемей қапты. Привязка арқылы турлап қоямыз. Дәл қазір бізде потолок көрінбей тұр. Төбедегіне де қоя саламыз. Бізде астыңғы модификацияны алып, үстіндегі линияға контрол кнопкасы арқылы тастасақ болады. Копировать етіледі. Астында да плитонс тұр. Үстінде де тұр. Үстінде көрінбей тұр әзірше. Оны ыңғайсыз болып кетті маған. Так. Ішіне кіріп тұр бізде. Где-то бір астына былай. Все-так негізі потолокты уақытша қоса тұрайық. Ctrl B арқылы ішіне кірейік. Іші ыңғайсыз болып кетті. Стенаны уақытша жасаламыз онда. Екінші линия. Әлі ішіне кіріп. Кішкене осымен ойнайтын боламыз. Сәл көрінді. Бұл емес. Сөйтіп, дәл қазір менде бұл шықты ма? Шықты, сонда да наоборот тұр. Осы болып қалады негізі. Болады осы. Так. Енді стенамыз height орнына келе салайық, немесе unhide L. Так, бізде потолокта жасыра саламыз height selection. Екі плитонс тұр. Плитонс көзге көрініп тұру үшін оған бір белгілі бір түс берейік. Астындағыны таңдап қойма. Бұл қара. Енді біздің келесі неміз барлығын таңдаймыз. Яғни планировкадан басқа мына линия арқылы болса сөйтіп UVW map береміз біз. UVW map box және де real world'тан галочка қоямыз. Уақытша барлығын белгілі бір түске бояймыз. Корона материал арқылы ол бізде осылай библиотека болып көрініп тұрады. Walls где-то сұр түс берейік уақытша. Яғни мышқаны оң жағын басып assign to select objects бізде қойылды. UVW map'ті міндетті түрде істейміз. Біздің келесі қадамдарымыз енді мебельдерді қосу. Немесе дәл қазір ракурс турлап алсақ та болады. Кішкене болсын қоспаған дұрыс деп ойлаймын. File, import, merge. Жаңағы өзіміздің керек файлымызды тауып, сол жерден қосатын боламыз. Бірінші есікті қосам мен. Корона. Кейбір файлдарда врай болады, врайда емес тек коронаны таңдайтын боламыз. Және де қосқан кезде Max біраз ойлануы, немесе бірден қосылмауы мүмкін. Ол бізде Max ойланып жатыр. Сол үшін кішкене күтеміз сәт қосқан кезде. Привязканы өшіртеміз. Так, бәрі таңдап берген менде. Жоқ, мынаны қараңыздар. Зат әлемнің ортасына келеді. Ал мен комнатам әлі сырт жақта. Значит, мен әр нәрсеңізден былай таскать еткім келмейді. Сол үшін есігіне қойып тұрып, барлығын таңдаймыз да. Бөлмемізді ортаға әкеп аламыз. Енді есікті әкеп, орнына қойып, E кнопкасы, горячий клавиш мына жерде шығу керек.
немесе вращение арқылы, яғни мына жақтан. Мұлай қарасақ, қазір мен 90 градусқа бұны қоя алмаймын. Алдыңғы видеода айтып кеткен болатынмын интерфейс туралы. Бұл жерде магнитті қосамыз, немесе E кнопкасы арқылы. W. Және де примерно на глаз дұрыстайтын боламыз. Ішкі жақта примерно осылай. Бұлай қарап тұрсақ, есігіміз жетпей тұр, және де үсті жаққа да жетпей тұр. Ол үшін біз ең алдымен, бұл бізде бірнеше объекттерден тұр, группировать етілген. Модифирден сразу полиді қоса саламыз. Edit poly, vertex таңдаймыз. Және де үстіңгі жақтағы кнопкаларды алып, төбеге тартамыз. Сол кезде созылады. Ал неге масштаб арқылы созбасқа десеңіздер, резина ұқсап созылып, объемнан және де материалды құртып аламыз. Үстіңгі ракурс жақтан мыналар таңдап, тағы да созамыз. Есікті де созатын болсақ, есікте кішкене ручкасын созылғанда жылжымайды. Үйше тұра берсін. Сөйтіп келесі енді негізі, дұрыс. Келесі біздің объекттерімізді қоя берейік. Файл import merge. Рабочий стол менде. Сразу терезені қояйық. Колонна. Барлығын L. Кішкене макс ойлансын. Арнасен тезудің керегі жоқ. Қосылған кезде сразу бір бұрышқа шығарып алайық. Мынау бізде үстіңгі терезе, үштік терезе бізге керек емес. Және де бірлік терезе де бізге керек емес. Мынау өзіміздің терезені алып, дәл қазір мысалы пример ретінде көрсетейін. Бұл бізде отдельно, яғни группировать етілмеген. Дәл қазір мен терезені алатын болсам, біреуін бассам, қалғандар таңдалмайды мысалы. Сол үшін мен бүкіл объекті таңдап аламын, яғни терезені, және де группаға кіремін, группировать. Бірінші группа. Енді біреуін таңдалсам, барлығы таңдалады. Үстіңгі ракурсқа өтіп алайық сразу. Жақындатып, вращение арқылы тағы да 90 градус, W. Осылай. Бір бұрышын тегізіп аламыз. Мынаны сәл ішке кіргізейік. Сыртқа қалай? Ішке кіргізеткенбіз. Қара линияға. Және бұғанда бізде қарайтын болсақ, есікпен бірдей бұның высотасы, және де кішкене төбеге жетпей тұр. Төбеге көтереміз бірінші. Төбедегін тегізгеннен кейін қарайтын болсақ, кішкене жетпей. Асты ұзын және де шеті ұзын болып тұр. Ол үшін дәл осы группировать етілген кезінде бұл жаққа да полиді қосамыз, вертексті таңдаймыз, точкаларды бір бұрыштан алып жылжытатын боламыз. Біздің терезе мынау болу керек. Терезенің рамкасы перспектива арқылы көрсек болады оны. Осы. Және де высотасын дұрыстайтын боламыз. Бізде дұрысталды. Бірақ менде бір ошибка болды. Қарайтын болсақ, мынау, яғни біздің астындағы доскалар вертекс көп болды. Енді мен жылжытқан кезде бұлар бір-бірінің үстіне шығып кетті. Дәл қазір бұл объекті бұзады. Сол үшін бірнеше қадам отменить етеміз. Где-то осы. Бірінші
высотасын дұрыстап алайық. Содан кейін так, не басына кетті. Где-то осы, я. Енді дәл қазір бұны мен группадан шешемін. Группа ungroup және де мынау астындағы досканы уақытша көрсетпей тұрамын. Қалған терезенің барлығын таңдап аламын. Кейде случайно жығып кетуі мүмкін, сол үшін сразу Ctrl-Z-ті басып аламыз, өйткені кейін дұрыстау қиын болып қалады. Бұларды группировать етемін басынан. Және vertex арқылы енді рамкасын дұрыстап аламын. W. Бізде алдыңғы доска бәрібір размеріне келмейді. Айтпақшы, ортаңғы рамканы кішкене ортаға жыртамыз, немесе солай қалдырсақ та болады. Олай да әдемі сияқты. Бәйіндегі өзіміздің ағашымыз көрсетеміз, жердің астындағы. Енді байқасақ, бұл бұлай шығып тұр бәрібір. Демек, біз оны таңдап аламыз. Және vertex алып өшіріп тастасақ та болады, керек емес деп ойлаймын мен. Delete кнопкасын басам. Болды. Енді әдемі тұрып қалды. Дәл қазір бізде Max автоматически свет қойғанмен, кейбір материалдардың светін өзі қоя алмайды, яғни папкадан таба алмайды. Оны біз қолмен өзіміз көрсетсек болады. Әр объект қойған кезде сразу материалдардың объекттердің материалын тексерген дұрыс. Ол үшін Shift кнопкасы. Яғни дәл қазір қарасақ, бізде бұл терезе болу керек. Терезе өзінің материалын тапқан жоқ. Яғни рендер жасаған кезде материалы шықпайды. Барлығын таңдап аламыз. Бізде автосохранение қазір. Мышканың оң жағын басамыз. Set patch. Бізде Windows, яғни Windows деппін. Окномыздың текстурасына кіреміз, файлдың ішінен. Немесе былай көрсетсек те болады сразу. Терезе бізде. Және текстура. Use patch. Окей. Енді қосқан кезде бізде ОК кнопкасы шығу керек. Енді былай қарасақ. Материал келді. Ағаштың сурет шығып тұр, яғни көрініп тұр. Келесі бізде детальдарымыз кровать. Так, кровать қосамыз. Бізде қайсысы керек екенін білмейміз, сол үшін барлығын бірге қосамыз. Merge. Дәл қазір кровать, перде немесе ковриктардың көбіне vertex өте көп болады. Яғни полигондары. Бұл бізде объекттің ауырлығын көрсетеді. Сол үшін егерде гаджетіміз мықты болмаса, кішкене күтуге тура келеді. F4 арқылы қайсысы керек екенін көрейін. Маған ағы керек. Аның материал әлі дұрыста көрініп тұрған жоқ. Өшіріп тастаймыз. Өзіміз кроватьты алып, үстіңгі ракурстың ыңғайлы, затты қою көбіне. Әдемілеп орнына қоямыз. Осылай. Кровать қойылды. Сразу бұнтта тексеріп алған дұрыс. Бізде байқасақ, Shift-дан кейін кровать нелер шығып тұрған жоқ. Оның ешқандай қорқынышы жоқ. Яқта 3D Max значогы арқылы оң жақты басып, Refresh кнопкасы және де яқта барлығы бізде кроваттікі. Барлығын таңдаймыз. Set patch. 3 точка басқан кезде уже бізде сразу кроваттың соңғы ашылған файлы шығып тұрады. Сол кезде сразу осыны басқан кезде өзімізге ыңғайлы. Use patch. Окей. Бізде кроваттың материал таңдалды.
әр материал қосқан кезде сразу осылай істеп отқан, тексеріп отқан дұрыс. Алдағы уақытта проблема тудырмайды сол кезде, және де іздеп отырмаймыз. Бізде келесі объект. Кровать, основной объекттерді қоса берейік. Кілем, корона, кілеміміз бізде кішкене размер келмей қалуы мүмкін. Мысалы дәл қазір осы кезде обязательно вертекспен қосудың керегі жоқ. Кішкене резина сияқты созылуы мүмкін, бірақ 10%, 15% білінбейді көзге. Сол үшін кілемді кішкене тарта саламын екі жаққа. Где-то осылай. Және де бұл бізде өзі edit табып поли, сразу вертекс алып, астыңғы жақты где-то осы жерге дейін керек емес деп ойлаймын, удалить ете саламын. Дәл қазір қарайтын болсақ, кілемнің материалы суреті шығып тұрған жоқ. Демек, Макс кілемнің материалын тауып алған жоқ. Бұны да қолмен көрсетеміз. Shift кнопкасы. Жаңағыдай. Мына Morse Set Patch. Мышқаның оң жағын басып. Сразу бізде іші ашылып тұрады. Use Patch. Және де материалды көрсетеміз. Енді біздің кілеміміздің суреті шығып тұр. Кішкене композициямызды қисық сияқты ол. Где-то бір осылай. Симметричный деймін, қалай дейді оны? Файл, мерч, рабочий стол, кровать, кілем, люстра, перде. Сразу пердеден бастасақ. Перде қойып онда. Шкафты қоймаймын дедім мен. Шкафты өздеріңіз қойсаңыздар да болады, дәл осылай. Ешқандай қиындығы жоқ. Пердені қосамыз. Мына жерде перде 2019 жылғы версияда, ал менікі 2018 версия. Демек, Макстың пердесінің версиясы бізде келмейді. Сол үшін бір жолы бар оны қосудың. Менде қазір кішкене тупит қалды. Файл, импорт. Бұл жолы мерч емес, импорттың өзіне кіреміз. Рабочий стол. Тағы да автосохранение. Так, пердеге кіреміз. Пердемізді таңдаймыз. Және де дәл осылай галочкалар арқылы менде миллиметр тұр. Және де осы жерден де миллиметрді қоямыз. Конвертировать. Және де импорт. Біздің пердеміз қосылды. Енді пердені сразу вращать етейік 90 градусқа. И бұрыш жаққа қояйық. Где-то осылай. Бірақ перде бізде кішкене ұзын секілді. Яғни полды тесіп шығып тұр ма? Жоқ, нормально. Пердеміз демек дәл келді. Биіктігінен үстіңгі жағы. Үстіңгі жағы чуть-чуть. Ондай болса кішкене масштабировать еткен кезде размерін кішірек. Осы болып қалады. Бізде өткен асты да көтерілді. Или кішкене қайттан размерін поправлять етеміз. Осы болып қалу керек. Кішкене астына түсіреміз. Қат потолыққа тіреліп қалмау үшін. Және пол жақты да дұрыс жабу үшін. Және де пердеге де сразу материалын көрсететін боламыз. Shift-ті. Перде сразу тапқан секілді, немесе Макс шығарып тұрған жоқ. Бізде келесі объекттерде майда заттар, декор, розетка, включатель, тағы светильник секілді.
декор. Барлығын қосамыз. Мерч. Біздің декорымыз Макс ойланып жатыр. Сразу барлығын алып тумбочкаға апарамыз. Где-то осылай. Және де высотасын көрсетеміз. Где-то тумбочкамен алғанда осындай высотада. Және де бұлардың да сразу материалын тауып берейік өзіне. Shift-ті. Міне бізде декорлар шықты. Полный. Set patch. Сразу use patch. Үстіндегілерде бізде осы неңкі декордікі болды. Мынау бізде текстур. Атын іздеп, оны әрқайсысы іздеп отырсақ болады, но қазір іздеуге желание жоқ. Бізде майда объект секілді ол. Ctrl кнопкасы арқылы екеуін таңдаймыз. Кішкене вращать етемін мен. Осылай. Мынау гүлімізді аламыз. Ctrl кнопка арқылы екеуін таңдаймыз. Сөйтіп, W кнопкасы арқылы екінші тумбочкаға апарамыз. Кішкене вращать етеміз. Осылай. Бізде так. И бізде портрет бар неяқта, мини. Замочек тұрып қапты менде. Так, бәсе. Кейде проблем басылып кетсе, замочек басылып кетеді. Замочектің жақсы жері басқа объекттерді таңдай алмаймыз. Қайтадан замочектан шығарамыз. И кішкене типа сүйеніп тұрғандай осылай жасаймыз. Осы болып қалады ол. 5 градус немесе 10 градус. Қалғандарын алып декордың орнын кішкене әдемі жылжытамыз. Бізде үстен дұрыс. Осылай. Және де біздің келесі қосатын объектіміз ол бізде светильник. Кішкене освещение болу үшін барлығын таңдаймыз. Бұл жерде байқап қарасақ, қазір ашылсын. Сразу 3 светильник қосылады. Олардың түрлері 3 түрлі, яғни цветі. Где-то маған бірақ ортасындағы ұнап тұр. Бізде домал қойып кетіпті. Так, delete. Барлығын өшіріп тастаймыз. Артық нәрсенің бізге керек емес. Ортадан ақ қалам. Бірақ ортадағы неяқта тоғы шығып тұр. Маған ол ұнаған жоқ. Тоқты өшіре саламыз. Типа біздің светильник батарейкамен жұмыс жасайды. Сразу шашып кетпеу үшін бұл бізде группировать етілмеген. Бөлек-бөлек объекттер. Сразу группаға саламыз. Алтын жазсақ та болады. Менде ағылшынша расклад тұр. Ничего. Тауып аламыз. Осылай. И высотасын сүреміз. Тумбочкаға примерно кигізілді деп ойлаймын. Рендерге де ұшып жүрмесе болды. Вращение арқылы кішкене естественно болсын. Осылай. Енді сразу камерамен өзіміздің свет қоя береміз
бір нәрсе ұмытып кеттім мен. Светильник материалым. Shift-ті. Так. Өзі тапқан секілді ғой. Или қалай? Бізде MP стил осы не болу керек. Светильник. Set patch. Ай, окей, тасып жібердім. Үш точка. Корона. Я осы екен. Use. Set patch. Астындағы бізде есіктікі болу керек. Өйткені имидж осы қосылған секілді. Есік материалы жоқ екен бізде. Значит, өзіміз қоямыз. Так, бізде келесі неміз камера қою. Корона камера сразу. Үстіңгі ракурстан. Осылай сызамыз. Одан кейінгі бізде корона сан күніміз. Осылай. Және высотасын көрсетеміз. Где-то осылай көріп тұр. Ал камерамыз бұлай. Дәл қазір перспектив кнопкасы арқылы соған басып камера 01. Және де сразу камераның қандай жерге дейін түсетінін көру үшін Shift F немесе корона камерадан осы жерден таңдайтын боламыз. Енді менде Alt W Modify настройкасына кіреміз камераның. Таргет керек емес. Бізде 45 градус. Қазір қанша градус керек екенін өзіміз көреміз. Негізі интерьерде көбіне 35 дейді. Ыңғайлысы. Enable және де viewport'ты да қосамыз. Бұл бізде линияны, яғни через стена көрсету. Мысалы, стенаның ар бетінде, қазір мен қарап тұрсақ, тек стенаның ішін көріп тұрық. Мына жерде бізде шкаф қойылу керек. Мен қоймаймын дедім. Егер де өздеріңіз қойғыларыңыз келсе, қойыңыздар. Бірақ шкафтың ар жағынан да көрсетуге болады. Мысалы, где-то бір 3 метр бізде стенаның ар бетін көрсетіп тұр. Менде егер де шкаф болғанда, тағы бір где-то 3200 болып қалады. 3400. Маған осында болады. Стена жақтың тақасам да болады. Ар бетін көру үшін болды. Енді біздің камерамыз пәсте жатыр. Төбеге көтереміз. Где-то осылай. И градусы өзіміз қолмен тұрсасақ та болады. Қатты алып керек емес. Мен 40 қоятын секілдім. Осылай. 40 әдемі, я. Бізде келесі заттарымыз, майда заттар. Бірінші рендердің несін тексеріп алайық. Рендерімізді. Рендер настройкасы F10 немесе рендер шестеренка. Біздің рендердің қазір көріп тұратыны ракурс, ол бізде 4-ші ракурс, бірақ бізге камера керек, корона камера, замочек бірден қоя саламыз. Камон. Және де бізде неяқта разрешение. Маған где-то бір, яғни размері 1080 және де 720 болып бізде превью болу керек, қателеспесем размері. Осылай. Және сценадан displays denoisen. Қателесіп кеттім. Denoisenнан corona height. Және де рендерді бастайық. Алдыңғы видеода коронаның нелерін қоюды айтып кеттім. Интерфейспен жалпы танысамыз. Мына жерде рендер көру үшін молниясы барып бассақ болады, немесе YouTube сияқты галочкасы тұрған коронаның рендерін бассақ болады. Бізде рендер кетті. Бұл есік өзінің несін таба алған жоқ, настройкасын, және де бізде видеокартадан кішкене проблема. Бізде потолок жоқ болған соң күн қатты түсіп тұр. Бірақ былай қарасақ көрсек болады өзіміздің рендерімізді. Почти дайын десек те болады, бір-екі заттар болмаса. Мына жерде
яркостьке жауап береді. Егер де мысалы -3 қойсам, күннің қуаты түседі. Бұны уақытша істеп тұрайық. Интерьерде білмеймін кімге қалай, егер де мынаны түсіретін болсақ, бізде холодный болады. Мысалы 5000 қойдым, мысалы сәл мұздайлау. Ал егер де 7000 қойсам, бізде теплый болады. Қалғандар контраст, барлығын бұрап көрсеңіздер болады. Тағы да автосохранение бізде. Так, автосламов, автосохранениені. Контраст бізде 2 болып тұрсын. Ары қарай особо қатты дұрыстаудың керегі жоқ. Кейінірек дұрыстай береміз. Финальный рендерде дәл қазір примерно көрдік. Не бар, не жоғын. X жауа салайық. Бізде келесі заттарымыз қоса берейік жай-жайдан. Уже почти финалға жақындап қалдық. Бізде картинка келесі қоятымыз корона. Open. Тағы да Макс ойданбасын. Шетке шығаруға ыңғайлық үшін, басқа заттар басып кетпеу үшін. Және де фронтты уақытша перспектив қылам. Мына өзі раскладта тұр. Горячий клавиш немесе сразу P кнопкасын басам. Және де wireframe'нен немесе F3. Мен өзім горячий клавиштермен үйреніп қалам, сол үшін кейде аттарын білмей қалам. Сіздерге де солай болса, өздеріңіз ыңғайлы. Өйткені тез жұмыс эффективнее болады. Мысалы, қазір картина ашық тұрған жоқ, өйткені бізде корона өзінің 3D Max бұның да материалын тапқан жоқ. Shift кнопкасы арқылы көрсететін боламыз. Бізде мынау. Так, мынау. Ctrl кнопкасы арқылы көрсетіп жатырмын. Осылардың барлығын аламыз. Оң жақты басамыз. Set patch. Және мапқа кіреміз. Текстурасына. Use patch. Окей. Және де шығып енді көретін болсақ, картинамыз дайын. Төртеуі бізге керек емес. Бізде группада тұр, сол үшін барлығы таңдалып кетіп жатыр. Группадан шығарамыз, ungroup. Өшіп тастай саламыз. Майда кубиктарды. Екеуін сразу группировать ете саламыз, шашып кетпеу үшін. Так, басқа неден, ракурстан, төбеңгі. Бізде қалай? Рамкасы қалып кетті. Рамкасын аламыз барлығын, басынан группировать етеміз. Енді дұрыс. Так. Примерно осылай. Стенаға тақаймыз. Және де высотасын көрсетеміз. Жан-жақта ракурстардан істеген дұрыс. Басында ыңғайсыз болады әрине. Кейін үйреніп кетеміз. Жай-жайдан. Тағы да кішкене төбеге көтерем. Осылай. Дәл қазір қарайтын болсақ, негізі розетка. Тағы да майда заттар бар. Почти бітіп қалуды керек. Сразу бояуға кірісе берейік онда. Біздің полымыз таңдалайық жерімізді. Сөйтіп, оған обязательно UV алумен меп кеткен еді бізде. Библиотека, корона материалдың. Бұл жерде бізде wood, яғни ағаштар. Осы жерден где-то өзімізге ұнаған, кез келген, өзіңіздерге ұнаған полды таңдаймыз. Маған осы болады деп ойлаймын. Және де келесі бізде стена. Стена бізде осылайда әдемі секілді. Немесе ана жақтан өзімізге ұнаған белгілі бір стенаны алсақ болады. Stone немесе walls. Wallстан бере саламын. Где-то на түс. Және бізде потолок бар.
unhide L немесе мына жерде box 2 біздің. Айтпақшы біздің каталогымыз ауада. Басқа ракурстан дұрыстап аламыз. WS привязкамен. Осылай. Так, на беті. Дәл қазір, мысалы, мен екі жағындық привязкамен алсам, бұны дұрыс қоя алмаймын. Мына перспектив өйткені. Осы кезде үштік қолдансақ болады. Енді осылай әдемі тұрды. Потолок бізде көрініп тұрған жоқ особо. Сол үшін потолокқа қатты қарамай қойсақ та болады деп ойлаймын. Бізде вроде басқа қосатын ештеңе жоқ. Шкаф, сетен, терезе, перде бәрін тексеріп аламыз. Люстра ең маңызды нәрсені ұмытып бара жатырмық. Білмеймін, люстра қазір көріне ме, көрінбей ме. Тағы да автосохранение немесе Макс ойланып жатыр. Так, корона 2015. Кішкене жаңа версиясын алайық. Таңдаймыз. И Макс ойланады. Полигон көп болған сайын, демек затымыз ауыр. Сразу Shift арқылы бізде қайсысы? Так, оны таппадық әлі. Лампа, Set Patch и текстурасын көрсетеміз. Және де енді бұны төбеге көтереміз кішкене. Бізде мына ракурстан ыңғайлы. Привязканы өшірейік. Привязка кедергі сайт. На всякий случай замочканы бассақ та болады. Немесе пробел. Сөйтсе артық нәрсе басылмайды. Бізде композицияның ортасынан тұру керек. Бұл где-то осы жерлерде. Дәл қазір камерам қайда? Менде ракурс кішкене потолокты көрсетейін ба, әлде көрсетпеймін ба деген ой кетіп жатыр. Замочкадан шығып қалыппын ғой. Ойнатып көрейік ары бері. Жоқ, бұлай болмайды. Где-то қалай. Негізі осылай да болып қалу керек. Пердеміз қисық сияқты өзіме. Перде ма? Так, общий пердені таңдап. Кішкене бұлай, кішкене ортасына апардық. Болды. Енді тестовый рендер қазір. Біз ештеңе қоймадық. Светтердің яркысын, светильниктің яркысын, күннің яркысын ештеңе істемедік. Бір тестовый рендер кетсін. Так, бізде яркость төмендетіп тастаған едік. Қайтып нөлге қоя саламыз. Шли темный болып кетті, теплый болып кетті. Где-то бір 6000. 600 болып қалды ма? Жоқ, 2000 болып кетті. 6000. Макс ойлансын. Бізде перде күннің көзін жібермей жатыр. Оны қазір дұрыстаймыз. Бұлай қарайтын болсақ, уже әдемі интерьер шықты. Так, сразу пердені таңдаймыз. Бізде материал, әлі бұмен таныспадық. Алдағы уақытта танысамыз, бірақ қазір кішкене настройкасын турлап жібереміз. Мына жерде материал эдитор немесе М кнопкасы арқылы. Мынау петличка, капля тамызатын секілді. Осы арқылы перденің настройкасын ашамыз. Пердеге тидім бе мен өзі? Вроде пердеге тидім ортасындағы. Немесе не уверен болсақ, М кнопкасы арқылы мына жақтан алсақ та болады. Бәрібір сол екен.
3-4 рет басамыз. Мына жерден енді бұл стандарт екен ғой, коронанікі емес. Кішкене өзімде қиналатын болдым. Оптикалық, мынау бізде прозрачность. Где-то бір қатты түсірудің керегі жоқ. 60 қойып көрейік. Және рендерді жіберіп көрейік. Күннің көзі бізде көрінді, тіпті әдемі. Қазір бізде особо қатты рендер болған жоқ, сол үшін көп шум болып тұр. Где-то осылай әдемі, немесе күнді сәл жылжытып, күн қуатын неға сүрсек те болады. Ол үшін күнді аламыз. Күн бізде қайсы? И F осылай ыңғайлы. Кішкене жерге түсіреміз күнді. Ал мынау линиясын күннің. Так, замок қаламыз сразу. Осылай. Қазір енді точно рендер жіберіп көрейік. Жай-жай дұрыстайтын боламыз. Енді әдемі. Күн көзі бізде әдемі түсті. Одан кейін бізде қарайтын болсақ, пердеміз бір емес, бірнеше объекттерден тұрады, яғни материалдарын. Сол кезде бәйіндегі пипетка арқылы перденің ортасын таңдауға тырысайық. Ақ түсті, шетіндегілер бізде сары болу керек. Сары шықса, значит ол емес. Так, кішкене автосохранение немесе ойланып жатыр тағы да. Мыняқта план бойынша бізде розетка бар, файлда. Есіктің жанында және де арғы бұрышта тұру керек. Қатты білінеді деп ойламаймын, сонда да кейде кішкентай объекттер сәнін келтіреді. Сол үшін қоса салайық, ерінбей істегім келмеген еді. Рабочий стол, спальня, розетка. Окей. Материал Макс ойлансын. W кнопкасы арқылы пробелді шешеміз. Так. Ой, тағы да қолым тиіп кетті. Так, Ctrl-Z арқылы. Таңдалды. Так, шетке шығарып аламыз. Сразу. И осы жерде өзімізге керегін таңдап алайық. Мысалы, маған включатель қазір еске қойсам, бәрібір ракурсқа көрінбейтін секілді. Сол үшін екі розетканы алсам болды. Немесе осылай. Группадан шешейік. Ангрупп. Мыналарды алып, delete. Маған керек емес. Және де мыналарда delete. Осы екеуі жетеді маған. И осыны аламыз. Бұларға материалын тексерудің керегі жоқ деп ойлаймын. Өздері апақ болып тұр. И кроваттың қасына жапсырамыз. Где-то осылай. И төбеге көтереміз. Қатты білінбейді. Кішкене стенадан былай шығып тұр. Бәрібір особо қатты көзге түспейді. Сол үшін уайымдаудың керегі жоқ. Кейде мелкий заттарды осылай жасаймыз. Бізде дәл қазір тек визуализация, яғни урок. Барынша сіздерге түсіндіру мақсатымыз, яғни мақсатым. Төбеге көтерем. Примерно сонымен бірдей қылып. И бізде бір жетпеген нәрсе бұл корона біздің иллюстрамыздың күші. Именно қайсысы? Оны көреміз. Бұл жерде бірнеше. Немесе басқа жолы бар, оның жолы. Бұл бізде мынандай лампочка. Light Mix коронаның. Қазір осыны басамыз. И бізде 5-ші не жетеді? 220-дағы. Генерация. И рендерді қосамыз.
Так. Что-то не болып кетті. И мына жақта Light Mix шықты бізде. Бұдан алдында бар еді, бірақ пустой еді ол кезде. Қазір кірсек, Light Mix'тің күші шықты. Енді қарайтын болсақ, бізде күннің қуаты өте қатты түсіп жатыр. Күннің күшін примерно 0,6 немесе 7. Әдемі. Және кішкене сарғыштау қылайық. Қатты емес. Кішкене жетіп қалады. Бізде өшіріп қосып көрсек болады. Мынау бізде светильник. Светильниктің күшінде мен бірінші былай тексеріп көрейік. Былайынша да светильник негізі мықты. Сонда да 2 берем. Енді әдемі. Так, келесі бізде люстра. Люстрамыз слабый. Көріп тұрғандай 3 берсем жақсы. Бізде не? Негізі люстрамыздың күші слабый болып қалды. Что поделать? Істеуге ерініп тұрмын негізі. Қазір таңғы сағат 6. Ұйқы кеп тұр. Біздің рендер запускать етілді. Кішкене бір қойсам әдемі. Яркосты көтердік. Контраст 2 жақсы. Даже теплый 6000 әдемі. Дәуіртіп алсақ та болады. Енді дәуіртіп алдық. Дәл қазір статистикаға кірсек, түсіндіріп кетейін дәуіртіп. Бізде где-то noise treble бізде әлі ашылған жоқ. Әлі ойланып жатыр бізде. Макс есептеп жатыр. Осылай тұрғаннан ыңғайлы деп ойлаймын. Егерде қарайтын болсақ, passes total бізде 150. 200-150 бізде сол кезде әдемі картина ашылады. Соға дейін күтеміз. Бізде рендер ешқашан тоқтамайды. Тоқтату үшін настройкадан оны белгілеу керек еді. Где-то бір жарты сағат немесе 40 минуттай күтсек, картинамыз дайын болады. Дәл қазір мына жақта noise treble бізде әлі ашылған жоқ процент. Бізде процент где-то бір 3-2% болса, картинамыз тұнық болады. Где-то дәл қазір запускать етілді. Интерьеріміз өте әдемі. Маған ұнап тұр осының өзі. Міне noise treble 32%. Бұны 2 немесе 3-ге дейін күтсек, картинамыз тұнық болады. Дегенмен оны күтіп смысл жоқ. Save кнопкасын басамыз дәл қазір. Бірінші баспай жатып, ең үлкен нәрсе есіме шығып кетіпті менің. Өзіміздің композициямызды, яғни жұмысымызды сохранить ету. Save as обязательно сохранить ету керек бұл. Видеоның басында айтпақшы едім негізі. Ештеңе етпейді. YouTube ат қоямыз бір. Где-то осы болады. Именно материалымыз бар жерге сохранить етеміз. Өйткені Макс қайтадан өзінің несін құртылмау үшін. Қалай сонда? Материалым. Сұрап атым что-то мен. Сохранить етіп алайық. Жұмысымызды. И бізде рендер қайтадан рендер жасаймыз. Рендер бізде кетіп жатыр. Дәл қазір сіздерге примерно көрсетейін. Бұны біз күтеміз 20 минут азық. Әркімнің гаджетіне байланысты. Егерде процессорларыңыз немесе компьютерларыңыз мықты болса, бұл тез ашылады. Save кнопкасын басамыз. Ат қоямыз, мысалы сурет. Форматын таңдаймыз. Өздеріңізге керек. JPEG, OpenRX қызық емес. Image файлды таңдаймыз көбіне. Мысалы дәл қазір мен PNG форматта немесе JPEG форматта таңдадым. Және де сохранить етемін. Дәл осы не шығады, ешқандай нәрсе өзгертудің керегі жоқ. OK кнопкасын басамыз. Және де бізде сохранить етіледі. Ал мына жердегі настройкаларды өзіміз вкусымызға қарап өзгертсек болады. Осымен видеомыз бітті. Ары қарай созудың керегі жоқ. Сендермен бірге болған мен
Good дизайн. Келесі видеоларда кездескенше.